Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya Karim, amin ya mu'in. Алла тағала баршаларыңыздың осы сабаққа басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Осы жердегі естіген, білген әрбір амалдарыңызбен, хадистеріңізбен Алла тағала өмірде амал жасаған пенделердің қатарынан қылсын. Бүгін біз имам Науауидің хадистер, зікірлер атты кітабының қысқартылған нұсқасынан мына жерге келген едік. Бабу ма яқулу иза лабиса саубаху. Адам киім киген кезде не айту керек, не істеу керек жалпы. Осы мәселеге біз келген едік. Имам Науауи айтады: "Истахаббу ан яқула бисмилла". Адам кез келген киімді киген кезде, сіздің бас киіміңіз болсын, үстіңіздегі киіміңіз болсын, шалбарыңыз болсын, аяқ киіміңіз болсын, киген кезде бисмилламен бастағаныңыз дұрыс болады дейді. Бисмилламен бастағаныңыз дұрыс болады. وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ. Тура сондай бүкіл істі бисмилламен. Бисмилла. Сіз бисмилламен бастасаңыз, Алланың жәрдемі сол іске болады, сол іске жақын болады әрдайым. Өйткені, мысалы не деген сөз? Мен кітап оқуға бастадым, бисмилла деп бастасам, оның мағынасы не? Мен Алланың жәрдемімен, Алланың қуатымен осы кітапты оқуға бастап жатырым деген сөз. Демек сізге Алланың жәрдемі болады. Киім киген кезде де тура сондай. Кез келген бір істі бастаған кезде бисмилла айту, ол өте жақсы амал екен. Енді осы киім киген кезде екі нәрсеге сіз ниет етіңіз дейді. Киім киген кезде. Біріншісі не ол? Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала айтты: адамның мынау әурет жерлерін, ұятты жерлерін жабу жөнінде. Қасиетті Құран кәрімде аят бар. Сіз киім киген кезде осы Алла тағала Құранда айтқан үшін мен сол Алланың әмірін орындап жатырмын деген бірінші сіздің ниетіңіз болу керек. Осы ниет. Екінші, бұл намазға қатысты. Мысалы біз намаз оқыған кезде әйел адамдарда, ер адамдарда да ашық болмауға тиісті әурет жерлер бар. Оны біз фикх сабақтарымызда айттық. Ер адамдарда кіндіктен астынан басталады да тізенің астына дейін. Сіз намазға келейін деп киім киіп жатқан кезде, міне, мен осы саған құлшылық жасау үшін, құлшылықта мен өзімнің ұятты жерімді жабу үшін осы киімді киіп жатырым деген ниет болатын болса дейді, онда міне сіздің не болады? Киім киюіңіздің өз сауап болады. Өйткені не үшін? Сіз Алланың әмірін орындап жатқаныңыз үшін, сол үшін, көрдіңіз бе? Жай бұл ниетті ниет етпесеңіз де бола береді, бірақ сіз үшін сауап алмайсыз да. Бірақ ниетіңіз осы екі нәрседе болатын болса, сіз Алланың әмірін орындап жатқандықтан, ол сіздің киім киіп жүруіңіздің өзіне еген сауапты іс екен. Пайғамбарымыз хадисінде айтады. Бұл Муаз ибн Анас, Алла ол кісіден разы болсын, сол кісіден жеткен хадис былай деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Мән ләбисе саубан. Кімдегім бір киім киетін болса. Фақала алхамдулиллахи ләзи. Ол кісі былай деп айтсын. Алхамдулиллахи ләзи касани хаза сауба ва разақанихи мин ғайри хаулин минни ва ла қуватин. Былай деп айтатын болса, қараңыз. Ғафараллаху ма тақаддама мин замби. Алла тағала ол адамның өткен күнәләрін, ғафараллаху ма тақаддама мин замби, күнәләрін кешіріп жүреді екен. Дұға айттыңыз, киім киіп жатқан кезде. Сол айтқан дұғаңыз сіздің күнәләріңіздің кешірілуіне себеп болып жатыр. Ма тақаддама мин замби. Қайтадан бір рет оқимын дұғаны. Алхамдулиллахи ләзи касани хаза сауба ва разақанихи мин ғайри хаулин минни ва ла қуватин. Осы дұға. Мағынасына қарайықшы.
Алхамдулиллахиллази, Аллаға мадақтар болсын. Касани хаза сауба, осы киімді маған кидірген. Уразақанихи, ол рызық қой, киім деген. Осы киіммен мені рызықтандырған. Мин ғайри хаулин минни уала қуатин, менде ешқандай дәрмен жоқ еді, менде қуат жоқ еді ешқандай. Бірақ Алла осын маған беріп қойды деген сөз ғой. Қарасаңыз, осы дұғаны біз киім киген сайын оқып жүргеніміз дұрыс екен. Енді оның нәтижесі не? Ғафараллаху ма тақаддама мин замби. Алла тағала ол адамның өткен күнәларын кешіріп жүреді. Үнемі осы дұғаны айтып жүретін болса. Енді бір сәтке ойланып қарайықшы. Не үшін осы дұғаны айтудың маңыздылығы жоғары? Не үшін осы бір дұғаны айтқан кезде Алла тағала адамның сонда бір өткен күнәларын кешіріп жүретіндей? Енді не бар бұл жерде? Бұл сөздің біз мағынасына үңілу керекпіз да. Бұл жерде мағынасы не? Өйткені Алхамдулиллахиллази касани хаза сауба, осы киімді кидірген Аллаға мадақтар болсын дейді. Бірінші не болып жатыр екен бұл жерде? Аллаға мадақ кетіп жатыр да, көрдіңіз бе? Алланы мадақтап жатсыз. Сауаптыс қой, сауаптыс. Екінші, қараңыз. Алхамдулиллахиллази касани хаза сауба. Екінші, осы Алланың берген нығметін сіз мен өзім таптым, өзім осыған қол жеткіздім деп жатқан жоқсыз. Алла берді деп жатсыз да. Алла тағала маған кидірді. Маған кидірген Аллаға мадақтар болсын дейді. Бұл жерде не бар? Бұл жерде Алланың берген нығметіне шүкір бар дейді. Көрдіңіз бе? Шүкір ету бар. Бірінші Алланың мадақ бар екен, екіншісі Алланың берген нығметіне шүкір ету бар екен. Үшіншісі уразақанихи мин ғайри хаулин минни уала қуатин. Менде ешқандай дәрмен, күш қуат жоқ еді. Мені сен рызықтандырып қойдың дейді. Бұл жерде не бар? Бұлайша айтқан кезде адамның мендігін жерге таптау бар. Қандай да бір жақсылық болатын болса, ол менің себебімнен болып жатқан жоқ. Оны маған Құдай беріп жатыр деген түсінік бар. Көрдіңіз бе? Міне, осындай түсінік болғандықтан осы дұғаларда, ал егер біз осы түсінікпен өмір сүретін болсақ, шынымен де осы дұғаның тек қана бір лафызын, бергі сөзін ғана айтып қоймай, осы дұғаның мағынасымен өмір сүретін болсақ, әрине біздің өткен күнәларымыз кешіріледі. Аллаға мадақ айтатын болсақ, кез келген сәтте Аллаға шүкір айтатын болсақ, кез келген бір жақсылық болатын болса, соны мен жасадым, мен сөйттім, мен бейттім демей, Алла берді, Алла тағала маған нәсіп қылды деп, сол бүкіл жақсылықты Алладан деп білетін болсақ, әрине біздің өткен күнәларымыздың кешірілуіне себеп болады. Не себеп болады екен? Осы түсінік, осы ой адамдағы. Қарасаңыздар. Міне, сондықтан өмірімізде балаларымызға үйретейік, жұбайларымызға үйретейік осы дұғаларды, түсінікті ме? Сондықтан мысалы бұның бір ең жақсы ұтымды тәсілі, мынау киім киетін жерге өзі мысалы киім шкаптарымызға осы дұғаларды іліп қойғанымыз дұрыс. Сол жерге барамыз да, таңертең азанда таңертең киім киетін кезде бірден есімізге түседі. Дұға ілулі тұрған, көрдіңіз бе? Бірден киім киіп жатқан кезде осы дұғаны оқисыз, ұмытып кетпейсіз. Жақсы. Енді келесі дұға, пайғамбарымыздың бұл да хадисінде келеді. إذا لبث ثوبا جديدا أو نعلم وما شبهه. Екінші дұға бұл. Енді бірінші дұға жаңағы. Екінші дұға пайғамбарымыздан жеткен. Пайғамбарымыз былай деп айтады: "Мен лабиса саубан жадидан." Кімдегім жаңа киім киетін болса, қараңыз. Фақала, былай деп айтатын болса және. Алхамдулиллахиллази. Бұл енді кішкене ұзақтау. Алхамдулиллахиллази касани ма уария бихи аурати ва атажаммалу бихи фи хаяти.
ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي ستر الله حيا وميتا дейді. Кім жаңа киім киген кезде былай деп айтатын болса: Алхамдулиллахиллази касани ма уария бихи аурати. Алла тағалаға осы менің ұятты жерлерімді жауып қойған, киім берген Алла тағалаға мадақтар болсын. Ва тажаммалу фи хаяти. Өмірімді осымен сәндеп қойған Алла тағалаға мадақтар болсын десе дейді. Одан кейін қараңыз. Одан кейін негізі ескі киімдерді киюге, мысалы өзіңіз кимейтін киімдеріңізді не істеу керексіз? Қазіргі таңда мысалы ескі киімдерді өткізетін жерлер бар. Жуып, тазалап, сол жерлерге өткізіп жерсеңіз дейді, садақа ретінде. Не болады бұл адам? Алла тағала қандай сауап береді? Кана фи хифзиллахи. Ол адам Алла тағаланың қорғауында болады. Сол дұғаны оқып киген үшін, сол киім ол адамның үстінде жүремі, ол адам Алланың қорғауында болады дейді. Демек, сауыт екен бұл. Алланың қорғауында болады. Неден Алланың қорғауында болады? Бұл жерде айтады ғалымдарымыз: минаш шайтан. Сіз мына киімді дұғаны оқып кидіңіз бе? Бұл киім сізге қорған, шайтаннан қорған. Дұға оқып кигеніңіз үшін өйткені. Немесе ау минал айн, көз тиюден сақтайды дейді. Киімді киген кезде, киім киер кезде дұғаны оқып киетін болсаңыз. Немесе ау минал мааси. Не болмаса сіздің киім киген кезде дұға оқып киюіңіз, киім киер кездегі дұғаны оқып киюіңіз дейді, күнә жасаудан сізді қорғайды дейді. Сол киімді киіп жүріп, күнә жасаудан Алла тағала сізді қорғап қояды екен. Немесе ау минал масайып. Таңертең шығып атқан кезде, киініп атқан кезде сол дұғаны оқыдыңыз ба? Демек, күндіз бойы сол дұға сіздің киім киіп жатқан кездегі киген, сол киім сіздің үстіңізде болатын болса, әр түрлі қиындықтардан қорғап қояды дейсізді. Бұл жерде Алланың қорғауында болады деген сөздің мағынасы осы, қарасаңыз. Алланың қорғауында болады деген. Және не болады? Вафи канафилла. Алланың кепілдігінде болады дейді. Ол сіз 18 мың әлемнің жаратушысының кепілдігіндесіз. Сізге кім тиісе алады? Сізге кім не нәрсе жасай алады? Осы дұғаларды оқысаңыз. Вафи сатриллахи хайян ва майтан. Ол адам дейді, Алланың негізі рахметі мол ғой. Сіз кішкентай бір амал жасайсыңыз. Сол киімді киген кезде сол дұғаны оқисыз, осы дұғаларды. Сіздің сол киім киіп жүрген сәтіңіз Алла жолындағы сәт боп табылады дейді. Алла жолында өткізіп жүрген уақытыңыз боп саналады екен. Міне, кішкентай амал. Алла тағала егер біздің бар ғой негізі, амалымызға қарата сауап беретін болса, біз амал дәптерімізді сауаппен толтыра алмаймыз ешқашан. Өзіміз жәннатқа кіретіндей, Алланың рызалығына жететіндей сауап жасай алмаймыз. Біз бір сауап жасаймыз, Алла тағала мыңдаған несе береді. Соның бір жақсы амал жасасақ, мыңдаған сауап береді. Миллиондаған сауап береді. Маңыздысы не екен? Бізден әрекет, азда болса да әрекет керек. Дұрысталуға, кемелденуге, рухани жақтан кемелденуге азда болса әрекет керек бізден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келесі хадисі. Жақсы, біз бағанадан бері енді өзіміз киім киген кезде қандай дұғаларды оқу керектігін біз айттық. Ал біреу қандай да бір негізі біздің дінімізде кез келген мұсылман бауырымыздың қуанышына қуана білгеніміз дұрыс. Дұрыс па? Сіз өзіңіздің дұрыс кәсібіңіз дұрыс жүрмей жатқан шығар. Бүгін бір отбасыңызда бір нәрсе болған шығар. Көңіл күйіңіз дұрыс емес. Бірақ сіздің досыңыз жаңа үй алып жатқан болса, жаңа көлік алып жатқан болса, әйтеуір жаңа ол адамның жетістігі ғой өмірдегі. Қуанып жатқан кезде сіздің барып қабағыңызды түйіп, қабағыңыздан қар жауып тұруыңыз дұрыс емес. Қуану керексіз дейді. Мұсылман бауырыңыздың қуанышына ортақтаса білу керексіз. Ішіңіз дұрыс болмай тұрса да,
жүзіңізден өтірік болса да күлу керексіз. Өйткені не үшін? Мұсылман бауырыңыздың қуанышы үшін. Міне, бұл жақсы іс. Кез келген бір бауырыңыздың, туыс туғаныңыздың, танысыңыз бір жақсы бір нәрсе алып жатыр ма, соны құттықтау, соған жақсы тілек айту, сол үшін қуану өте жақсы іс. Сауап аласыз сіз сол үшін. Пайғамбарымыз хадисінде сондықтан айтты бұл жерде. Мынау бабу ма яқулу ли сахибихи иза ра'a алейхи саубан жадиден. Арнайы бап бір бөлік бар. Жаңа киім киген адамды көрген кезде сіздің жасайтын дұға бар кәдімгідей. Жаңа киім киіп жүргенін көрсеңіз бір адамның жасайтын дұға бар. Немесе біреуге сыйладыңыз жаңа киім. Бұл тек қана киімге қатысты емес дейді ғалымдарымыз. Кез келген жаңа нәрсеге қатысты. Біреуден көрдіңіз бе, соған дұға етесіз. Бұл жөнінде имам Бұхаридің сахих хадистер жинағында мынандай хадис келеді. Умму Халид, Алла ол кісіден разы болсын. Бұл кісінің кішкентай кезі, кішкентай бала кезі ғой. Былай деп айтып жатыр. Утия Расулуллахи саллаллаху алейхи салам би сиябин фиха хамисатун сауда. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға бір бөлік киімдер келді дейді. Сыйлаған енді бір адамдар. Соның ішінде қара бір көйлек дейміз бе, жейде дейміз бе, сондай бір үстіге ілетін киім болған. Қара. Пайғамбарымыз сол киімді алып, жаңағы сахабалардың арасында былай деп айтады. Мән тарауна нәксу хазихил хамиса. Мынау киімді кімнің киюін лайық көресіңдер деп пайғамбарымыз сұрайды. Вәскетел қауым, адамдар үндемеді дейді. Сосын пайғамбарымыз айтты, туни би умми Халидин. Умму Халидті алып келіңдер. Қыз бала ғой, кішкентай. Кішкентай қыз бала. Фаутия бин набия. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға жаңағы кішкентай қызды алып келді дейді. Пайғамбарымыз не істеді? Фаалбасаниха биядихи. Енді кішкентай бала, пайғамбарымыз жаңағы өзіндегі киімді өзінің қолымен өзі киіндірді дейді, жаңа кішкентай қызға. Өзі киіндірді. Міне, мынау саған менен сыйлық деп. Және осы жаңа киімді кигеннен кейін жаңағы сәбиге пайғамбарымыз былай деп дұға етті дейді. Әбли уа ахлиқи. Екі ауыз сөз, марратайн, екі рет. Әбли уа ахлиқи. Әбли уа ахлиқи. Мағынасы не? Біз осы дұғаны негіз жасаймыз. Біз жаңа киім киген кезде, немесе біреуге жаңа киім сыйласаңыз, не деп айтасыз? Құтты болсын дейміз ба, сосын не дейміз? Ер жігіт аға не дедіңіз? Өзің киіп, өзің тоздыр. Не болмаса, үстінде тозсын дейміз, дұрыс па? Үстінде тозсын деген сөздің мағынасы не ол? Өмірің ұзын болсын деген сөз. Дұрыс па? Енді киімің жаңа болса, ол жаңа болып тұратын болса, өзің өмірде болмау керексің ғой негізі. Кимесең. Өзің жоқ болсаң, киімің жаңа болып тұра береді. Ал тірі болатын болсаң, өмірің ұзақ болатын болса, киім тоздырасың, көп киім тоздырасың деген сөз. Демек, киімдерің тозсын, киімің үстінде тозсын деген сөз, сенің өмірің ұзақ болсын деген сөз. Міне, пайғамбарымыз осы сөзді айтады. Көрдіңіз бе? Үстіңде тозсын. Яғни, әбли уахлиқи деген сөздің мағынасы не ол? Сенің өмірің ұзақ болсын деген сөз. Өмірің ұзақ болсын. Пайғамбарымыз осы дұғаны жаңа киім киген адамдарды көрген кезде оқиды екен. Біз де сондықтан негізі бұл орындалып жатқан сүннет амал ғой, біз оны көп жағдайда білмейміз. Пайғамбарымыздың енді осыдан былай біреуге киім сыйлаған кезде, бір жаңа киімді көрген кезде, осы үстіңде тозсын деген сөзді пайғамбарымыздың сүннеті, пайғамбар осылай жасаған, мен сүннетке ілесіп осылай жасап жатырым, осылай айтам деп ниеттенетін болсаңыздар, сүннетті орындаған сауап аласыздар. Осыны жасайтын болсаңыздар. Пайғамбарымыз себебі бұны өзі кішкентай қызға, кішкентай сәбиге киім сыйлаған кезде пайғамбарымыз осы дұғаны айтқан екен. Жақсы. Ары қарата
Келесі. Бабу кайфияти либаси сауби ва на'ли ва хал'айхима дейді. Жалпы бұл жерде киім киюдің, аяқ киімді киюдің және киім шешудің өзіндік әдептері бар. Біз осыған кішкене біз тоқталайық. Қалай әдептерге көңіл бөлгеніміз дұрыс. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبههما باليمين من كميه ورجلي السراويل. Қараңыз. Киім киген кезде, аяқ киім киген кезде, шалбарымызды киген кезде, тура сондай кез келген бір нәрсені киген кезде, оң жақтан бастағанымыз дұрыс болады. Киімді не істейміз? Оң қолдан бастап киеміз. Шалбарды киген кезде бірінші оң аяқтан бастап киеміз. Кез келген нәрсені дейді. Оң жақта. Өйткені мен хадис айтам қазір осы жөнінде. Ал وَيَخْلَعُ الْأَيْسَارَ ثُمَّ الْأَيْمَنِ. Шешкен кезде керісінше. Түсінікті ме? Бірінші сол жақты шешеміз. Үстімізден болса да, астымыздан болса да сол жақты шешеміз, одан кейін оң жақты шешеміз. وَكَذَلِكَ الْإِحْتِحَالِ. Мынау көзге сүрме тартқан кезде дейді. Бірінші оң көзден бастау керек дейді. وَالسِّوَاك. Ауызды тазалаған кезде оң жақтан бастайсыз бірінші. Түсінікті ме? Бірінші оң жақтан, одан кейін сол жақтан. وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ. Тырнақ алған кезде де дейді. Енді тырнақты қалай алу керектігі жөнінде негізі пайғамбарымыздың тырнақ алуы жөнінде ешқандай нақты мәліметтер келмеген. Бірақ пайғамбарымыздың хадистеріне қарап отырып, имам Ғазали, Алла ол кісіден разы болсын, Алла рахметіне бөлесін, мынандай бір тұжырымдама айтқан екен. Жалпы тырнақты қалай алған дұрыс дейді. Өзі бізде 10 қол бар ғой, дұрыс па? 10 саусақ бар, 10 саусақ бар. Осының ішіндегі ең бір мәртебелісі дейді, кішкене. Біз оны мысалы шахада саусағы деп атаймыз, Біз енді бастан аяқ көтеріп отырмаймыз ғой, ат-тахиятында, бірақ көтеріп қап қайтадан түсіруге болады. Түсінікті ме? Бұл жөнінде Ханафи мазхабының ғалымдарының 3 түрлі көзқарасы бар. Оған да тоқталамыз кейін енді бір. Осы саусақ шахада саусағы болғандықтан, түсінікті ме? Сондықтан бұл кішкене құрметтірек дейді. Бастаған кезде осы саусақтан бастайды екенсіз. Түсінікті ме? Тырнақ алуды. Сосын оңға қарата кетеді. Бізде оңнан солға қарата жүреміз ғой. Оңнан бастаймыз. Мына саусақ, одан кейін ортан терек, одан кейін балан үйрек, одан кейін шылдыр шүмек. Түсінікті ме? Осылай. Оңнан солға қарата. Енді ары қарата дейді. Екі түрлі жол бар. Мынау кішкентай саусақтың тырнағын алғаннан кейін мына жақтың кішкентай саусағына түсеміз дейді. Көрдіңіз бе? Сосын мына жақтан бастаймыз да, оңнан солға қарата мына жерге дейін келеміз. Түсінікті ме? Сонда айланып шыққан болады екенбіз. Мына жерден бастаймыз, былай шығамыз, мына жақтан кіреміз де бас бармаққа келеміз. Міне, әдептері. Енді бұны қашан алу керек, қайғын алу керек деген жөнінде негізі нақты бір дерек жоқ. Мысалы, сейсенбі күн алмау керек, мына күн алу керек деген сияқты сондай бір тыйым жоқ. Бірақ кейбір сахабалардың жасаған істері бар. Жұма күні шаштарын алғандығы жөнінде, жұма күні тырнақтарын алғандығы жөнінде жұмаға бару үшін сахабалардың өмірінен біз оқитын болсақ, ол кісілердің осылай істер жасағанын көреміз. Сондықтан жұма күні алу және де абзалырақ жұма күні. Бірақ сіз енді онсыз да өз шашыңыз өсіп кеткен, тырнағыңыз өсіп кеткен, келесі жұманы күтіп жүруіңіз қажет емес. Өйткені жақсылық кешіктірілмеу керек. Тазалық кешіктірілмеу керек. Жұма күніне сәйкес келіп жатты ма, ол жақсы. Ол жөнінде жалпы мынандай күнде жасау керек деген нақты бір дерек жоқ екен. Тақлимул азфарды айттық.
Уақассу шариб дейді. Мынау мұртты қысқартуда, мұртты басып, мұртты қысқартуды да оң жақтан бастаған дұрыс дейді. Уанатфул ибт, енді мынау адамның денесіндегі түктерді алу. Уахалқур рас, енді бұл шаш таразылықпен айланысатын бауырлар болатын болса, осы шаш алған кезде де оң жақтан бастау әдеп екен. Оң жақтан бастасаңыз, оңнан солға қарата. Және уассаламу минас салати, намаздан шыққан кезде де біз бірінші оң жаққа сәлем береміз. Удахулул масжид, мешітке кірген кезде қайсы аяқпен бірге кіреміз біз? Оң аяқпен кіреміз. Үйге кірген кезде сол аяқпен кіреміз, или оң аяқпен кіреміз. Не істейміз? Үйге кіргенде оң аяқпен кіреміз. Түсінікті ме? Оң аяқпен кіреміз. Вал хуружу минал хала, дәретханадан шыққан кезде, әжетханадан қайсы аяқпен шығамыз? Жоқ, оң аяқпен шығамыз. Түсінікті ме? Дәретханаға кіргенде сол аяқпен, шыққан кезде оң аяқпен шығамыз. Және вал удуу дейді. Дәреттің бүкіл мүшелерімізді жуған кезде оң жақтан. Қолымызды оң жақтан бастап жуамыз, аяғымызды оң жақтан бастап жуамыз. Түсінікті ме? Барлығын оң жақтан бастаймыз. Вал ғусул дейді. Вал ғусул. Ғусыл алған кезде де тура сондай. Не істейміз? Дәрет аламыз, жақсылап отырып, оң жақтан бастап, жуынып бастаймыз. Вал әкіл. Тамақ жеген кезде де оң қолмен, оң қолмен, оң қолмен, оң қолмен. Вашшүріп, ішкен кезде де, су ішкен кезде де оң қолмен. Вал мұсафаха, сәлемдескен кезде де оң қолды береміз. Түсінікті ме? Және вастиламил хажирал асват, Меккеге барып, қажылық жасау нәсіп болатын болса, біз хажирал асватқа, қара тасқа сәлем берген кезде оң қолмен сәлем береміз. Түсінікті? Уақзул хажати мин инсанин ва дафайха илайхи, адамнан бір нәрсені алатын болсаң, оң қолмен ал дейді. Біреу бір нәрсе берді ме сізге, оң қолмен алыңыз. Тура сондай біреуге бір нәрсе берген кезде оң қолмен беріңіз дейді. Жақсы ол. Енді бұлардың барлығы, осыған ұқсас нәрселердің барлығы. Өйткені не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Бұл хадис имам Бұхари мен имам Муслимнің хадистер жинағында келген, қарасаңыздар. Хадистер жинағында келген. Айша анамыздан жеткен хадисте, Алла ол кісіден разы болсын, былай деп айтады. Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ю'аджибуху таяммуна. Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ю'аджибуху таяммуну фи ша'ни куллихи, фи тухурихи ва тараджулихи ва танаулихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді, бүкіл істерінде, ол тазалығында болсын, шаш тарауында болсын, аяқ киім киюінде болсын, барлық жағдайда оң жақты жақсы көретін дейді. Енді жалпы хадисте де естисіздер, Алла мына нәрсені жақсы көреді, жаратушы мына нәрсені жақсы көреді, не болмаса пайғамбар мына нәрсені жақсы көреді деген хадистерді көп естисіздер. Бұдан сіз нені түсінесіздер? Не түсіну керекпіз бұдан біз жалпы? Алла жақсы көрген нәрсені, пайғамбар жақсы көрген нәрсені шайтан, нәфіс жек көреді, жаман көреді. Соны білу керексіз. Түсінікті ме? Пайғамбардың жақсы көруімен, Алланың жақсы көруімен, шайтан, іблістің жақсы көру екеуі бір араға келу мүмкін емес ешқашан. Алла жақсы көрген нәрсе, шайтан жек көреді, ібліс. Пайғамбар жақсы көрген нәрсені шайтан, ібліс жек көреді. Ал ібліс пен шайтан жақсы көрген, ібліс шайтан жақсы көрген нәрсені не істейді? Алла және Расулы жек көреді. Сондықтан пайғамбарымыз айтып тұр ма? Хадис келді ме демек пайғамбарымыздан? Пайғамбарымыз бүкіл нәрселерінде оң жақты жақсы көреді деген. Онда демек шайтан, нәфіс, ібліс оң жақты жек көреді екен. Тамақ жеген кезде оң қолмен жесеңіз жек көреді. Түсінікті ме? Үйге кірген кезде оң аяқпен кірсеңіз жек көреді. Мешітке кіргенде оң аяқпен кірсеңіз жек көреді. Киім киген кезде оң жақтан бастап кисеңіз жек көреді. Демек шайтанның досы болмайсыз деген сөз сіз онда. Шайтан сізбен дұшпан болатын болса. Шайтан жақсы көретін амалдарды жасайтын болсаңыз, досы болып кетуіңіз мүмкін онда. Сондықтан сол жақтан сақтану керек, мүмкіндігінше. Әрине бұл күнә деген сөз емес, мүмкіндігінше. Түсінікті ме?
мүмкіндігінше оң жақты қолдану керек екенбіз, сол жақты қолданудан мүмкіндігінше сақтану керек екенбіз. Жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін ары қарата жалғастырады. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: «Иза халаа саубаху ли гуслин ау наумин ау нахуихима». Жалпы, жақсы, киім киген кезде оны айттық, не істеу керек екендігін. Енді жуыну үшін, ұйықтау үшін, немесе кез келген бір жағдаймен киімімізді шешкен кезде біздің жасайтын бір амалдарымыз бар. Бұл мынандай амалдар. Бұл пайғамбарымыздың хадисінде Ибн Суннидің хадистер жинағында пайғамбарымыз Анас радиаллаху анхтан келеді. Пайғамбарымыз былай деп айтты дейді: «Сатру ма байна аюнил джинни ва аурати бани адама ан яқула ар-раджулул муслиму иза арада ан ятраха сиябаху бисмиллахиллази ла илаха илля ху». Адам киімін шешкен кезде жындардың көзімен және аурати бани адама, адамның ұятты жерінің арасындағы перде дейді. Ол бір адамның киімін шешкен сәтте бисмиллахиллази ла илаха илля ху деп айту екен. Сіз жуыну үшін, жату үшін киіміңізді ауыстырған кезде осы дұғаны оқысаңыз болды. Сіздің денеңізді шайтандар, жындар көре алмайды. Қорған болып қалады, қамал болып қалады. Қандай сөз ол? Бисмиллахиллази ла илаха илля ху. Осы дұғаны оқысаңыз болды, көрмейді ешкім. Бұны әсіресе өзіміздің жұбайларымызға, балаларымызға үйрету керекпіз. Балаларымызға үйрету керекпіз. Әртүрлі жаман түстер, жаман жағдайлар, былайша айтқан кезде, осындай бір мәселелерге біздің көңіл бөлмегендігімізден болады көп жағдайда. Қорғанда пайғамбарымыз бізге үйретіп қойды. Сондықтан да дейді, мынау өзі дәретханаға кірген кезде оқитын дұға бар, дұрыс па? Біз бірінші осы дұғаны айту керек екенбіз. Қандай дұға? Бисмиллахиллази ла илаха илля ху. Осы дұғаны айтамыз. Одан кейін ары қарата не істейміз? Әжетханаға кіретін кезде оқитын дұғаны айтамыз. Екі дұғаның атқаратын міндеті екі түрлі. Кім бисмиллахиллази ла илаха илля ху деген дұғаны айтатын болса, бұл да әжетханаға кірген кезде ол адамның денесін ешқандай шайтан, жын көрмейді. Түсінікті ме? Ал әжетханаға кірген кезде дұғаны оқисыз, одан кейін сол жердегі жаман нәрселердің сізге зиян беруінен қорғайды. Болды. Өзіңізге екі түрлі қорған жасап алады екенсіз. Пайғамбарымыздан жеткен бұл хадис, қарасаңыздар. Жақсы. Енді пайғамбарымыздан жеткен хадисте жалпы үйден шыққан кезде оқитын бір дұғалар бар. Біз осы дұғаны оқиық қазір. Үйден шыққан кезде қандай дұға оқимыз? Пайғамбарымыздан жеткен, бұл Абу Дауудтың және Тирмизидің, Насаидің хадистер жинағында келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді: «Мән қала, яғни иза хаража мин байтихи». Кімдегім үйінен шығатын кезде, жалпы үйден шығатын кезде біз қайсы аяқпен шығамыз? Сол аяқпен шығамыз, да, түсінікті ме? Кірген кезде оң аяқпен кірсек, демек шыққан кезде сол аяқпен шығамыз. Кімдегім үйден шығатын кезде мына дұғаны оқитын болса: Бисмиллахи тәуәккәлту алаллахи. Алланың атымен мен Аллаға тәуекел еттім. Вәлә хаула вәлә қувата илля биллах. Түсінікті ме? Алла, бұлайша айтқан кезде, барлық қуат, барлық ұлылық тек қана Аллаға тән. Менде ешқандай күш қуат, дәрмен жоқ деп айтатын болса, не болады? Куфита ва вуқита ва худита. Бұны кім айтады екен? Періштелер айтады екен, да? Көрдіңіз бе? Сіз осы дұғаны айтатын болсаңыз, куфита, саған жеткілікті болды. Періштелер айтады саған. Немесе бір-бірін айтады періштелер. Ва уқита, сен өз-өзіңе қорған жасадың.
Уахудита, сен жақсы істерге қарата бет алдың деп періштелер бір-біріне айтады екен өз араларында. Немесе сізге айтады, бірақ оны сіз сезбеуіңіз мүмкін. Ал не болады дейді және уәтанахха анху шайтан. Шайтан бір шетке шегінеді. Бір шетке қашады дейді шайтан. Енді бұдан біздің түсінетініміз не? Бұл хадистен біздің түсінетініміз дейді. Әрбір адамның, егер үйге кіргізбеген адам болса, егер үйге кіргізіп жүрген адам болса, ол үйінің ішінде болады әрине. Үйіне кіргізбеген адам болатын болса дейді, шайтан, іблістің әскерлері әрбір адамның үйінің есік алдында күзетші болып тұрады екен. Аңдып тұрады екен сол адамды. Шыққан кезде азғыру үшін, түсінікті ме? Үйге кірген кезде бірге кіріп кету үшін. Үйге оларды бірге кіргізбеу үшін біз не істеу керекпіз үйге кірерде? Бисмилла деп кіру керекпіз, түсінікті ме? Үйге кірген кезде сіз, үйге қазір мешіттен шығып, үйлеріңізге кіретін кезде, бисмилла деп айтсаңыз болды, шайтан есікте қалып кетеді, болды. Өзіңіз кіресіз. Егер бисмилла деп айтпай кірсеңіз, онда сізбен бірге кіреді. Ары қарата өзінің жұмыстарын жасайды сіздің үйде. Түсінікті ме? Қандай жұмыстар жасайды? Бала шағаңызбен ұрыстыруы мүмкін, жұбайыңызбен ұрыстыруы мүмкін. Түсінікті ме? Кез келген әрекеттер жасауы мүмкін үйіңізде. Кіргізбедіңіз, бисмилланы айттыңыз, ол кетіп қала ма? Кетіп қалмайды. Аяз болса да тоңбайды. Сол жерде күтеді екен. Таңға дейін. Сізді, түсінікті ме? Таңертең шыққан кезде сіздің қасыңызға келеді тағы. Жетіп келеді, сіздің қасыңызға жүгіріп, сіз осы дұғаны айтатын болсаңыз дейді, шыққан кезде. Бисмиллахи тәуәккәлту алаллах, ла хауля ла қуата илля биллах десе, болды. Үміт үзіледі, қайтадан қашады сіздің қасыңыздан. Қалып кетеді дейді, ілеспейді сізге. Егер бұл дұғаны айтпасаңыз, сізбен бірге көлікке отырады екен, жұмысыңызға барады екен, сіздің қасыңызда жүреді екен. Демек, таңертең үйден шыққан кезде осы дұғаны оқитын болдық. Бисмиллахи тәуәккәлту алаллах, ла хауля ва ла қуата илля билля. Пайғамбарымыз үйреткен дұға, қарасаңыздар. Осы дұғаларды біз үнемі құрметті қауым өмірімізде қолданайық, өмірімізде айтып жүрейік. Алла қаласа, енді келесі аптадағы сабағымызда осы үйге кірген кезде қандай амалдар жасаймыз. Енді шыны керек, бұл өте пайдалы сабақтар. Өйткені отбасындағы бір, мысалы, үлкен ұстаздарымыз айтады, балалардың тыныш болмауы да дейді. Көрдіңіз бе? Сіздің нервіңізді ойнатып, енді кейбір кездерде болады ғой сондай. Не болмаса отбасыңыздағы бір жұбайыңызбен өзіңіздің кикілжіңіз араңыздағы келіспеушіліктердің барлығы шайтан мен нәпістің, іблістің әскерлерінің адамға салған жаман ойларының себептерінен болады дейді. Ал сіз осы үйге кірген кезде қандай амалдар жасау керек екендігін білсеңіз, және оны жасасаңыз, олар сізге әсер ете алмайды екен. Демек, ары қарата не болады деген сөз, отбасыңызда берекет болады деген сөз бұл жерде. Сондықтан келесі сабаққа да қатысып, Алла қаласа, үйге кірген кезде қандай әдептерге біз көңіл бөлу керекпіз, сол нәрсені де біз біліп алайық. Алла тағала баршамыздан разы болсын, естіген білгендерімізбен амал жасау нәсіп қылсын. Осы мен Алла қаласа бүгін тағы да осы жерде өтілген дұғалардың барлығын WhatsApp тобына жіберем. Жаттап алыңыздар. Түсінікті ме? Жаттап алыңыздар. Жазып қойыңыздар. Ескеліп қойыңыздар. Үйге кірген кезде оқитын дұғаны, шыққан кезде оқитын дұғаны іліп қойыңыздар. Адам болған соң ұмытып кетеміз ғой. Ұмытпас үшін. Түсінікті ме? Биік жерге іліп қойыңыздар. Үнемі оқып жүрсеңіздер, бұл сіздерге өте үлкен жеңілдік. Былайша айтқан кезде Алланың берген өте үлкен бір сыйы болады. Көптеген отбасыларыңызда, жұмыстарыңызда, көптеген өмірлік істеріңізде өзгерістер көресіздер. Өзіңіздің өзгеруіңізге себеп болады көп жағдайда бұл. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Амин. Я Раббал ғаламин. Әлемдердің Раббысы, шексіз құдірет иесі, аса мейірімді Алла тағала
баршамыздың біліп білмей істеген қателік кемшіліктеріміз болса өзің кешіре көр. Я Раббал ғаламин. Осы хадистерде айтылған дұғалармен, зікірлермен өмірде амал жасайтын пенделердің қатарына қыла көр. Я Раббал ғаламин. Баршамызды өзіңді көп еске алатын, Я Раббал ғаламин, өзіңнің разылығыңа бөленген пенделердің қатарына қоса көр. Я Раббал ғаламин. Шайтанның азғыруынан, шайтанның әскерлерінің азғыруынан өз панаңды сақтай көр. Я Жаратушы Алла Тағала, осы дәрісте өткізген әрбір сәттерімізді амал дәптерімізге мол, есепсіз сауап қылып жаза көр. Я Раббал ғаламин. Я Жаратушы Алла Тағала, баршамыздың өзіңнен көкірегімізде тек қана өзіңе ғана айта алатын, өзіңнен сұрап жүрген қандай да бір дұға тілектеріміз болса, сол дұға тілектерімізді Я Раббал ғаламин өзің қабыл қыла көр. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммадин ва ала али сайидина Мухаммад бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла разы болсын баршамыздан. Иншалла